ислам қазақтың тәңір дүниетанымына тиесілі барлық терминдерді, рәсімдердің бәрін алып алған. Соның біреуі жаназа. Қазақтың дүниетанымында мына исламдағыдай ғасырдан ғасырға созылып өмірден озған адамның басында бір дұғаны оқи бермейді екен. Өміріне қарай өлімі болып, жаназасының айтпақ сөздері құрылым табады. Құдайға шүкір, бірнеше адамның басында жаназа шығардық. Сол шығарылған жаназаның текстін қазір оқып берем. Қазақтың ұлы аспабы қобыздың үнін қосып жіберем. Тыңда. О, тәңірлік Құдайым, бәрінің бастауы сен. Шыр айналған үзілмейтін өмірді жасаған сен. Өлім сәтін жасаған сен. Ғұмырды жасаған сен. Өмірді өмірге жалғаған, заңдылықтарды жасаған сен. Кереметсің. Сенің заңдарыңмен толысып, мәңгілік өмірдің есі болған әр уақытта керемет. О, тәңірлік Құдайым, сенің денің әр уақыттың кереметімен бейнеленген, пейілі кең, жүзі жарқын, адамгершіліктің ұйығы орны толмас, арысымыз пәленшенің дәм тұзы таусылып, жарық деймен қоштасты. О, тәңірлік Құдайым, көзден қисақта көңілден қимас ардақтымыз пәленшенің қазасына қайғырып, жүрегіміз езіліп, есіміз ауып, есеңгіреп, асылын жоғалтқан ел, қимасынан айырылған үй іш, бала-шаға, қабырғасы қайысқан ағайын, көзден аққан жасы көл, құлазыған көңілі дал болып, қайғыдан қан жұтып тұрғанына қарамастан, жаназа сабына тұрып, аңсарының сөнген жанына аза тұтып, өзіңнен тілеу тілеп, сабыр қойып тұр. О, тәңірлік Құдайым, осы жаназа үстінде сұрар тілеуіміз, өмірден озған пәленшенің істеген жақсылығын арттырып, жасаған жамандығы болса кешіріп, деніңе орап, қасиетті заңдарыңмен көмкөріп, әруағына үзілмейтін бақуатты өмір беріп, біткен демі, сөнген жаны, тылсым дүниеден берекет тауып, ғұмырға ие болып, әруақ аруланып, артында қалған ағайын туыс, құда-жекжат, үй іші мен бала-шағасын қорғап, қоршап жүрсін. О, тәңірлік Құдайым, берекет тілеймін өзіңнен. Жақсылыққа толы берекет тілеймін. Өмірге берекет тілеймін. Ақиқатқа толсын. Өлімге берекет тілеймін. Өз уақытында болсын. Ғұмырға берекет тілеймін. Аруақты дер кезінде ұрпағынан туғызып, өмірді өмірге жалғасын. Қазағыма берекет тілеймін. Көкейлері сабырға ұйып, ұшпаққа жетсін. Ұрпағыма берекет тілеймін. Ата-баба салтына берік болып, намазыңа сай болсын. О, тәңірлік Құдайым, жаназаның тілеуін қабыл жасап, сауабын өмірден озған пәленшенің аруағына беріп, ел жұрты бала-шағасын есен ет. О, тәңірлік Құдайым, жаназа құранымызды қабыл етіп, сауабын марқұмның әруағына тигізіп, рахмыңа орап, мәуелетіп алтыннан жарылға. О, тәңірлік Құдайым, елге тыныштық, денге саулық, өлімге сабыр, тірілерге мәуелі өмір сыйлап, ұзағынан сүйіндір.
өмін, 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 өмін тәңірлік құдайым. О тәңірлік құдайым, өмірден озған пәленшені жарық неден, тылсым неге қидық, қидық, қидық деп барып, өмірден озған адамның мәйіті молға қарай аттандырылады. Алдынан жарылқасын деп аттандырылады. Бүткіл халық болып, қидым-қидым айтып тұрып, алдынан жарылқасын деп аттандырылады. Одан кейін барады да, қазақтың қазір жүріп атқан салты бойынша жерленеді. Жаназа шығарылмай тұрған кезде мейрам соңы беріліп, ақты қоралып, бәйт айтылып, оң жаққа жатқызылған болады. Енді кешегі дене мәйітке айналғаннан кейін мәйітті мүрдеге айландырып, негізіне тартсын деп үйіне орналастырылады. Беті жабылады, топырақ тасталады, ақ иесіменен артында қалып, Тәңірденнің жаназашысы куәлікке тұрып, ең соңғы Құран түсіріліп, өмірден озған адамның үйіне оралып, көңіл айтылып, жақсылықтар тіленеді. Оның барлығы көңіл айту, жоқтау айту, одан кейін үшін беру, жетісін беру, қырқын беру, жүзін беру, ұлағатты ас беру, одан кейін 3 жыл шек қою, ол тек қана тәңірлік дүниетанымның түсінігі. Бірақ ислам емдені болған. Ол жерге тәңір жіберетін ой жоқ. Осындай жағдай тыңдап отырған бүткіл қазақ азаматтары мен азаматшалар. Қайта-қайта тыңдаңдар, шешім қабылдаңдар. Тәңірлік дүниетанымда жаназа бар екенін ұғыңдар. Одан басқа үшінде, жетісінде, қырқында берілетін бағыштау Құранның бар екенін, тағзым Құранның бар екенін, тағы да басқа Құранның түрлерінің бар екенін ұғынып алыңдар. Өмірден озған адамның ақ иесісің ба? Шығарғың келсе қызықша жаназа шығар. Осы жерде бір зат айта кетейін. Қазақтың дүниетанымында ұлттық аспап жаназа кезінде бірге зарлап ойнап тұрған. Оны ұмытпауымыз керек. Көркем сөзбен оқып жатқан кезде қазақтың ұлттық аспаптары зарлап ойнап тұрған. Яғни жаназа әуені мен сазы болған. Ұмытылды, ұмыттырды. Аспаптар шайтанның дыбысын шығарады дегеннен кейін қазақ қазір оны лақтырып жүрген. Қайтып алуымыз керек. Міндетті түрде. Жаназа сөзінің құрылымын жөніменен жазу керек. Ақын текті ұлттың ұрпағы. Жаттан сөз айтудан кетіп, Бәленбайдың жаназасы қалай керемет болды. Жаназаның сөзін жазған Бәленбай ғажап азамат екен ғой деп. Әлем тербелді. Адам болмысы күңіреніп тұрды. Құдайдың өзі де естіген шығар деп. Айтатындай дәрежеде жаназа шығаратын уақыт келді. Қызықша. Ақ иелері іске кірісетін уақыт келді. Қазақтың сөзімен құрылған жаназаны түсінбейтін Құдайды мен де түсінбеймін. Ал біздің Тәңірдің иесі әлемді жаратқан ғажайып, ден арқылы басқарып отырған ғажайып Құдайымыз қазақтың әрбір сөзінің дыбысын, оған қосылған қазақтың ұлттық аспаптарының үнін тебіреніп отырып қабылдайтынына кәміл сенемін. Қазақ дүниетанымының ұлылығы
көркейген үстіне көркейсің десең, қазақ ат салыс. Қазақ дүниетанымның ұлы болу үшін. Сау болыңдар.